Мәмс жүйесінде сақтандырылмаған жүкті әйел емханаға тіркеле ала ма? Егер жүкті әйел жұмыс істемесе және жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесе, ол жеңілдік санатына кіреді де, мемлекет ол үшін мәмс жарнасын төлейді. Айта кетерлігі, бұл жеңілдік жұмыс істемейтін және жеке кәсіпкер болып табылмайтын жүкті әйелдерге ғана беріледі. Ол үшін әйел тіркелген емханасына барып, жүктілігі бойынша есепке тұруы қажет. Әдетте есепке гинеколог қояды, бірақ оған жазылу үшін мәмс жүйесінде сақтандырылу қажет. Ал сақтандыру мәртебесі болмаған жағдайда әйелді есепке учаскелік дәрігер мен акушер қоя алады. Өйткені олардың қабылдауы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кіреді. Бұдан бөлек босанғаннан кейін бұл әйел 3 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп отырған, жұмыс істемейтін тұлға жеңілдік санатына ауысады. Сондықтан ол үшін де мемлекет жарна төлейді. Сондай-ақ ресми жұмыс істейтін әйел декреттік демалысқа шықса, босанғанға дейін оның жарнасын жұмыс орны төлейді. Ал босанғаннан кейін ол да жеңілдік санатына өтеді және бала 3 жасқа толғанға дейін мемлекет есебінен сақтандырылады.